Армысыздар, құрметті интернет қолданушылар, кеш жарық интернет көрермендер. Мен қазір Оралдамын, нақтырақ айтсақ түнгі Орал. Бүгін 27 наурыз 2013 жыл. Қазір қалада минус 5-6 градус суық. Еліміздің ескі қалаларының бірі Орал, Батыс Қазақстан облысының орталығы. Мынау қағалдымызда тұрған Батыс Қазақстан облысының әкімдігі. Өздеріңіз көріп тұрғандай әдемі ғимарат. Оның оң жағында мына жерден дұрыс көрінбейді енді. Қазақ драма театры. Оған қарама-қарсы орналасқан Одақтар үйі. Өкінішке орай қараңғы, ештеңе көрінбейді. Жарықтандыру мәселесі қолға алынбаған сияқты. Оның ар жағында өлкетану мұражайы. Енді оны суреттерден, фото суреттерден көріп жатарсыздар. Мінекей мынау Абайға арналған ескерткіш. Қазір алдынан көрсетіп көрейін. Көрінсе егер. Бірақ өкінішке орай көрінбейтін сияқты. Өйткені қасындағы шамдар сөнулі. Тек артындағы шам жанып тұр. Облыстық әкімдікке қарама қарсы орналасқан бұл қалалық әкімдік, яғни Орал қаласының әкімдігі. Оның сол жағында міне көкпен жазылған жазу: Нұр Отан. Мінекей. Әріптері дұрыс көрінбейді. Бұл жерде де әріптері дұрыс көрінбейді. Қалада аздаған аязы бар. Өздеріңіз көріп тұрғандай жерде қар еріп кеткен болатын, бірақ осы кеше ғана қайтадан жауды. Қазір біз Арбатқа түсеміз. Түнгі Арбат Оралдағы ең танымал орындардың бірі. Мына мысалға оқу орны Атиссо. Мысалы жақынан көрсетуге болады. Бұл жерден кесіп өтпей қойық, былай мәдениетті түрде айналып өтейік. Міне көріп тұрғаныңыздай кейбір шамдар жанып тұр, кейбіреулері сөнулі. Сағат түнгі 3:30. Яғни астаналық уақытпен санайтын болсақ, таңғы 4:30. Бағанағына Германия Қазақстан футбол матчын көрдім. Өкінішке орай біздікілер ұтылып қалды. Көңіл енді онша көтеріңкі емес. Бірақ дегенмен де бір гол соқтық. Мына мысалға театр, драмалық театр, драматический театр имени А.Н. Островского дейді. Мына шулап жатыр. Бұл жерде енді өздеріңіз түсінгендей түнгі клуб Black and White деген.